Мінекей YouTube көрермендерім, кешкі асқа тағам дайындап жатырмын. Өте керемет, дәмді тағам. Ол үшін менің видеомды басынан бастап соңына дейін көріп отырыңыздар, қандай тағам жасайтынымызды. Және де каналыма подписка жасап, лайк басып, өз пікірлеріңіз білдіре кетіңіздер. Рахмет сіздерге. Мінекей майымыз да қызып қалды. Мінекей етімізді қазір су шыққанша кішкене қуырып аламыз. Мінекей етіміз де қуырылып қалды. Енді пияздарын салып аламыз. Сәбізін сабатымыз. Пекинский капустамызды азырақ қуырып аламыз. Томат мен пастамызды салып жібереміз. Азырақ паприкамыз қосып жібереміз. Паприкамыз средний ашыдағы паприка. Болгарскийларымызды қосып жібереміз. Болгарскийді мен көбірек істедім, өйткені дәмі күшті шығатын болғандықтан. Білесіздер ғой, болгарский тамаққа керемет дәм береді ғой, көбірек қоссам. Енді мінекей азырақ суымызды құйып жібереміз. Енді міне бір жарты сағатта қайнайды. Мінекей спагеттиімізға да су қойып қойдық, қазір қайнайды. Подливімізге азырақ тұз қосып жіберейін. Суымызға да азырақ тұз салып жіберейін. Мінекей суымыз да қайнап жатыр, спагеттиіміз салып жібереміз. Қазір енді бетін жауып қоямыз. 15 минутқа қайнайды. Мінекей тамағымыз да дайын болды. Бір керемет шықты. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Қараңыздаршы. Подливі қандай әдемі. Мінекей спагеттиіміз де керемет болып шықты. Мінекей енді осының бетіне азырақтан осылай салып беремін. Мінекей. Құрметті YouTube көрермендерім, мінекей подливін көріп тұрса өте бір керемет шықты. Сіздерге де осылай жасауға кеңес беремін. Мінекей дайын болған. Мен лапшамның үстіне осылай көкөністерімді салдым. Мінекей мынандай болып тұрған жерінен осылай мінекей. Сіздерге де осылай жасауға кеңес беремін. Өте бір керемет дәмді тағам болып шықты. Рахмет сіздерге.